Tamam, Chevrolet Cobalt kөлігі майын ауыстыру керек болды. Май ауыстыратын уақыты болды. Бұрын соңды ауыстырып көрген жоқпын. Жаңа көлік. Енді бірінші рет ауыстырайын деп жатырмын. Жаңа интернеттен қарадым. Дұрыс түсіндірмейді. Мына защитасын қалай ашады деген сияқты. Защитасы 4 болтпен тұрады екен. Міне бірінші болт, міне. Мынау екінші болт. Міне. Үшінші болт мына арт жағында. Мына төртінші болт мына жерде. 4 болтпен тұрады екен өзі. Енді мен бұны защитаны шешудің керегі жоқ сияқты. Мынандай қылып баклажкадан кесіп алдым былай. Осы баклажканы қойып, мына канистрге құйып алайын деп тұрмын майын қазір. Баклажканы міне картердің болты осы жерде тұр. Мына баклажканы осылай салып, майды осы жерден құйып алғым келіп тұр. Защитаны шешпей, оңай жолын қарастырып жатқаным ғой. Сендерге де кеңес болсын. Защита шешудің керегі жоқ сияқты. 2022 жылғы көлігім. Механика. Міне картері осы жерде тұр. Міне. Қазір осыны былай тіке ашып жіберетін болсаң, мына картердің астына май кетеді, картер бөлінеді. Сол себепті мен жаңа баклажкадан қиып, картерге май ақпайтындай қылып солай құйып алайын деп тұрмын. Қазір көрсететін болам, қазір майды ағызғаннан кейін. Міне 14 головка. Міне наборы. Содан міне 14 головка алдым. Мынаған салып қарайым қазір. 14-тік дәл барады екен. Қазір осы 14-тікпен ашатын боламыз. Міне осылай құйып алдым. Майын жаңа түсіру ыңғайсыз болды. Жаңғыз өзіме. Міне мынандай қылып баклажкадан қиып жасап алдым. Мынандай шланга қылып. Жаңа бір өзім ұстап тұру үшін мынандай шланга жалғадым. Міне осылай құйып алдым майын. 4 литрдей май шықты. 3,5 литрдей ма. 5 литрдік баклажка ғой. Міне осылай ауыстырып алсаңдар болады. Защита шешудің керегі жоқ. Ешқандай да керегі жоқ. Осындай баклажканың көмегімен кесіп майын құйып алсаңдар болады. Міне Chevrolet Cobalt. Осылай майын ауыстырып алсаңдар болады. Осындай ямаларың болса өте оңай екен. Қазір бұйырса майын құятын боламыз. Фильтрін салып қойдым.